Ненің әсерінен осылай болып жатыр? Анығын білмедік. Біреулер экология дейді, енді біреулер басқа мәселені айтады. Өкінішке қарай елімізде әртүрлі ауыр дертке шалдыққан балалар аз емес. Және азаю да аса байқала қоймайды. Осы орайда президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен құрылған Қазақстан халқына қорының игілігін айтуымыз керек. Әлеуметтік қор бірнеше баланың еміне қомақты қаржы бөлді. Қазір ол балалардың жағдайы қалай? Нұрболат Жаңаберген айтады. Елімізде шынашақтай кезінен аурудың қияметін тартып, шыбын жаны шырқараған бүлдіршіндер жетерлік. Мемлекет басшысының бастамасымен құрылған Қазақстан халқына қоры осындай балаларға көмек көрсетуді негізгі басымдық етіп отыр. Ең бірінші қабылданған шешім біздің елімізде тіркелмеген әлемдік ең қымбат дәрі ретінде Гиннестің рекордтар кітабына тіркелген 5 Золгенсма деген уколдың елге келуі. Елге келіп қана қоймай, біздің дәрігерлерді үйретіп, 5 балақайға 2 жасқа толмаған оларды егілуі. Золгенсма атты уколды алу бақты бұйырғандардың бірі алматылық Әмина есімді бүлдіршін. Баланың туабітті генетикалық ауруы бар. Дәрігерлер сәби құрсақта жатқанда диагноз қойып, анасын бұл жаңалыққа алдын ала дайындаған. Ал Әмина сәуірдің 4 күні Елордадағы ана мен бала ұлттық ғылыми медициналық орталығында әлгі препаратты қабылдады. Бұл уколдың көмегі өмір бойына баланың ауру дерті сыртқа қарай шықпай белгісіз өтуіне көмектеседі және бала өзінің қатарластарымен бірдей дамуына көмек береді. Ол өте қымбат, 1 миллиард теңге тұратын дәрі. Қазір Әминаның жағдайы бір қалыпты. 2 айдан бері дәрігерлердің жіті бақылауында. Апта сайын тұрақты түрде анализдерін тапсырып, тексерістен өтеді. Қазақстан халқына қоры тірек қозғалыс аппаратында ақауы бар балаларды роботтандырылған құрылғылармен қамтамасыз ету бойынша да қайырымдылық бастамаларын іске қосты. Осы күнге дейін экзоскелет алу үшін сал ауруына шалдыққан баласы бар ата-аналардан қорға 300-ден астам өтініш келіп түскен. Ата-аналарға кейде балаларды 2-3 сағат болса да шынықтыру үшін оңалту орталығына бару керек болады. Ал негізі дәрігерлердің жоспары бойынша күніне кем дегенде 5 сағат экзоскелетпен шынығу керек. Жүріп кету үшін, өзін ұстап тұру үшін қордың қамтамасыз етуімен енді әр балада өзінің жеке экзоскелеті өзінің өлшемдеріне сай жасалған. Қоғамдық қор жыл соңына дейін 13 балаға экзоскелет алып беруді жоспарлап отыр. Оның 4-еуіне қатысты нақты шешім шығып, жеке роботтандырылған құрылғы жасау үшін балалардың өлшемдері алынды. Ол қуанышты 4 баланың біреуі елордалық 16 жасар Асылжан. Диагнозы өзінің ДЦП, спастическая диплегия. Мерзімінен ерте босанғандықтан содан сондай диагноз қойды 1 жастан асқанда. Сол туғалы бері емделіп келатырмыз. Қазір анда жай ЛФК массаж уже бізге әсер етпейді. Өткен уже сүйек те қатайды, не қылды. Қазақстан халқына фонды арқылы бізге жаңағы экзоскелет деген аяққа кигізетін специальный сондай аппаратпен ол өзімен өзі жүре алады. Экзоскелет церебральды сал ауруы, ми жарақаты, жұлын жарақаттары, параплегия, бұлшық ет дистрофиясы, Рет синдромы және басқа да аурулармен ауыратын балалардың өз бетінше қозғалуына көмектесетін заманауи, жоғары технологиялық тиімді оңалту құралы. 7 айлығында 900 грамм болып дүниеге келіп, осы күнге дейін дертінің машақатын тартып келген Асылжанға бұл таптырмас құрал. Енді уайымдаймыз, ойлаймыз, осы үлкен болып қалдығы кішкене жүріп кетті екен деген ойдамыз ғой, енді сондай ниетіміз. Осы аппараттан жақсы жүріп кетсе, біз осы Қазақстан несіне ризамыз енді. Зуалатып қой енді. Осы аппараттан жүріп кетсе деген үміт болды бәрімізде. Осыған сеніміміз енді үлкен біздің осы аппаратқа. Биыл 13 баланы экзоскелетпен қамтамасыз ету үшін Қазақстан халқына қоры 117 миллион теңге бөліп отыр. Бұл да болса үрейін үмітке жеңдіріп күн кешіп келе жатқан Асылжан сынды балалардың кеудесіне сәуле жағары сөзсіз. Қордың атқарар жұмыстары мұнымен бітпек емес. Балаларға қатысты одан кейін енді кейбір шұғыл өтінімдер болады. Сол кішкентай балақай болды, Мұса деген. Соның Кореяға еміне қаржы жиналып тұр, бірақ медициналық жеткізу, жеке ұшақпен жеткізу өте қымбат, 50 миллионнан астам ақша болды. Міне сол шұғыл сол балақайға көмектестік. Одан кейін Мәскеуде бір кішкентай қызымыз емделіп жатыр. Соның бірінші курс емі болған, екінші курсқа жетпей тұр, шұғыл болды. Оған да көмектесті. Осындай жекелеген жағдайлар бар. Қор алдағы уақытта тағы 9 бірдей жобаны бастағалы отыр. Сол 9-дің 8-і балаларға арналған. Ендеше елдегі талай жеткіншектің денсаулығына, білім алуы мен салауатты өмір сүруіне жағдай жасалады деген сөз.